Сәлем достар, біз бүгін тауық пен картошка және көкөністер пісіреміз. Ол үшін тауықты алып, жуып, екіге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей. Тұз, бұрыш, чеснок ұнтағын себеміз. 2-3 ас қасық майонезді алып, оған 1 шай қасық аджика қосып араластырып, тауықтың екі жағына да жағып шығамыз. Тауығымызды 15-20 минутқа маринадқа қоямыз. Енді картошканы алып, сыртын ашып, жуып, жарты шай қасық тұз қосылған суға қайнатып аламыз. Сонда картошкамыз духовкада піскенде құрғақ болмайды. Піскен картошкамызға паприка, чеснок ұнтағын 2 ас қасық сұйық май қосып, араластырып аламыз. Маринадталған тауықты, картошкамызды духовкада 200 градуста 1,5-2 сағат пісіреміз. Тауық пісуге жақындағанда 15 минут бұрын көкөністерімізді қосамыз. Цветная капуста, брокколи. Көкөністерімізге тұз қосамыз, паприка, ұнатқан специяларды және 2 ас қасық сұйық май қосып, араластырып, духовкаға саламыз. Тамағымыз дайын, өте дәмді, отбасыларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылуды ұмытпаймыз.